Мен Тайымбет Көмекбаев атындағы нөмірі 250 мектеп-лицейінің 7-А сынып оқушысы Найдарова Мираспын. Әкем Найдардың жұмысына кішкентай шағымнан қызығып қарайтынмын. Ер жеткен соң әкемнің ісі үйренуге бел будым. Бастамада біраз қиындықтарға тап болдым, бірақ өз ісінің маманы болған. Әкем білмегенімді үйретіп бағдар берді. Мұны маған әкем үйреткен. Мен Бақытжанұлы Мирасхан Тайымбет Көмекбаев атындағы нөмірі 250 мектеп-лицейінің 6-Д сынып оқушысымын. Әкем маған көп нәрсе үйретті. Соның ішінде қарапайымы электр құралғыларын жөндеу. Соның ішінде тұрмыстық заттар кездегі үй жағдайында қолданылатыны электр ұзартқыш. Әкем екеуміз үйде тұрмыста қолданылатын дәл осыған ұқсас заттарды, электр құралдарын бірге жөндейміз. Сәлеметсіздер ме? Мен Тайымбет Көмекбаев атындағы 250 мектеп-лицейінің 8-Д сынып оқушысы Жаңбырбаев Нұртілеу. Әке, бұл біздің асқар тауымыз. Әке бізге әрқашанда қол ұшын созатын адам, қиын сәтте кеңесін беретін адам.